Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде әдеттегідей влог, және бұл ерекше влогтардың бірі болмақ. Себебі бізде бүгін челлендждер күні. Яғни бұл менің каналымда уже 3-ші видео осындай бұйыртса. Челлендж түсіретін күндері мен осындай за кадрым видеоға шықпай қалған кездерде мен видеоға түсіріп салатын боламын. Яғни за кадрым не болып жатыр, соны салатын боламын. Ендеше біздің бүгінгі қызықты влогымызды бастайық. Достар, бізде еще бүгін челлендж тоже өте қызықты адамдармен болады. Енді біз қазір Сымбат екеуміз сол челленджге қатысты заттарды, реквизиттарды сатып алуға бара жатырмыз. Достар, заттарды алуға бармай тұрып, мен қазір ғана тұрғанмын. Бірінші бетімізге уход жасап алып, сосын шығатын боламыз. Мен қазір бірінші умывалкамен жуып алдым, сосын осындай тонер қолданамын. Эссенция. Одан кейін осындай крем. Осы үшеуін жағып, потом Сымбат екеуміз бірге керек заттарды алуға шығатын боламыз. Достар, біз Сымбат екеуміз шықтық заттарды алуға. Тағы да жаңбыр жауып тұр. Кешеден бері тоқтамай жаңбыр жауып жатыр. Бірақ жаңбыр жауса да погода күшті болып тұр. Салқын жел, свежий воздух. Алдында кішкене күн шығып, шаң болып кетіп еді, ауа жоқ болып. Достар, біз ең бірінші үйіміздің жанындағы томатқа келдік. Қазір қандай фруктылар бар екенін көріп кетеміз. Себебі біздің челленджімізге неше түрлі фруктылар керек. Соларды көріп жатырмыз. Вот біз, возможно, маракуйя аламыз. Еще не аламыз. Лимон керек еще. Тағы. Неше түрлі фруктылар керек. Вот бірінші фрукты кетті. Ой. Тебе нормально? Бір кішкене лимон ұқсасын. Ортасынан алып тасташы. Андайдан алып. Достар, біз фруктылардың бәрін алып болдық. Толығырақ не алғанымды қазір үйге барған соң подробнее көрсететін боламын. Достар, біз заттардың бәрін алып болдық. Енді қазір үйге барып тастай кетіп, тағы да алынбаған заттар бар, онdan шағын маркетке барып алатын боламыз. Вот достар, біз алған заттар. Бір челлендждің заттары. Бұл бізде банан, лимон, жасыл алма, еще үйде қызыл алма бар. Потом мынандай маракуйя, помидор, потом апельсин алдық. Қандай челлендж деп ойлайсыздар? Комментария жаза кетіңіздер. 24 сағат фруктымен таныстым. Ал екінші челлендждің керек заттар, ол бізде мынандай шариктер, настольный теннис. Осындай алдық. Одан кейін көк түсті скотч. Потом мынандай одноразовый стакан алдық. Бұл бірінші челлендждің заттары. Бұл қандай деп ойлайсыздар? Осы заттар. Вот достар, еще біз морковный пирог пісіріп жатырмыз. Сымбат. Сәбіз, грецкий орех. Қазір осыны 200 градуста пісіретін боламыз.
Boyasanlar. Ha boyadım. Ya sostu. Konsultatsiya aytib turib ne qildim. Par keldimi, kelmadimi? Biz başladık. Naqdan ko'rinib turmi? Boya qo'yamiz. Kameradan qaranda shuna qalay normal. Всё, daysinlar qo'ya qizlar. Ya qo'rqasak bo'lmas, sheriga kelishgan jonim. Bu ana jarıq tuspay qoladi bu bizda. Sonday, niye? Al, Ali maşana yoqqa. Al, sen oldida tur, biz ortda turamiz. Ne yoqda tursam da kichkina. Al. Qayjoqdan boshlab tanishtirgan bizda. Simbat, men Simbat deb chiqib ketasan, so'sin Aysha, so'sin meni. 1 2 3 Selim dostlar, challenge'ning qo'noqlari da o'ta erishli. Ular bizda. Sana aytdim, o aytdim. Simbat deb birinchi chiqasin dedim. Qaytadan anani qaytadan chiqardim. Bitta Aysha turib. Sen aytasan, sening Aysha so'sin meni. Dostlar, biz уже ikkinchi challenge. Boyanuga bo'lmaydi ғой негізі. Bizlar o'ta qiziq bo'lib жатыр. Bo'ladi bo'lganda. Rekvizitlerini indirip жатыр. Bak bıçak dese konuyu. Sosun ketiramay oturasınlar. Ayşe jimse alta qaray жүрөбүрөт. Финишқа келет, сосын жеңді ғой сені бояндырат. А сен жеңсең мына тұрғанда артқа кетіп сен жаққа барады, короче, былайына. Түсіндің бе? Түсіндің ғой, иә? Осылай 5 раундтан тұрады дейсің. О, да. Налайшы. Оны не қағай салар жаққа. Девочки. Ужас. Мен беріп таптаса вообще. Мен әлінада жеңілген жоқпын. Масқара. Жеңілген жоқпын дедім ғой. Өте жаман. Жоқ, әдемі. Енді екіншісі ол... Өте әдемі. 6.5 hours later. Давай. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана на все. Sağ olun. Жақсы. Давайте. Кеп тұрыңыздар. Кеп тұрыңдар сендер. Достар, біз челленджіміздің бәрін түсіріп болды. Қайшалар кетіп қалды. Челлендж түсіріп болып енді біз қазір мына жерді жинайтын боламыз. Жаңағы қолданған косметикаларды орнына қоятын боламыз. Ал астыдағы жұмысты мені
скотчты сымбат істеп жатыр. Ендеше мынаны бірге орындарына қойып шығайық. Достар, қараңыздар, біз бағанағы клен ойне скотчтың ізін әлі кетіріп жатырмыз. Сымбат қайта көбісін кетіріп тастады, мен енді осындай майда-майдалар қалды. Вообще кетпейді екен. Кометпен де көрдік, міне қазір осылай ысқып жатырмыз, короче. Кометпен де көрдік, порошокпен, содамен бәрін көріп жатырмыз. Енді осымен қаттыстан кетеді екен әйтеуір, шүкір соғанда. Соны кетіріп жатырмыз әлі. Years later. Вот, достар, бәрін кетіріп болдым. Кетті, бірақ мынандай іздері қалды. Бірақ онша көрінбейді. Енді біз жатайын деп жатырмыз. Қазір енді мен сіздермен кешкі уходымды бөлісетін боламын. Мен уже бетімді умывалкамен жуып алдым. Қазір біз бағана таңертең қолданған заттарды мынандай эссенция, потом крем, одан кейін тонер, потом тағы мынандай крем и мынау сыворотканы қолданатын боламыз. Және де қазір қолыма міндетті түрде крем жағуым керек, себебі қараңыздар. Жаңағы содама кометтен қолым вообще жаман болып кетті. Далада жаңбыр жауып жатыр, осылай кішкене терезе ашып қойдым, бөлмеге таза ауа кірсін деп. Күшті кішкене жел соғып тұр, бірақ маған келіп тұрған жоқ, қатты емес. Күшті болып тұр погода. Ал мен уходымды әлі жалғастырып жатырмын. Еще құлағымда наушникпен, музыкамен күшті. Менің самый любимый күнделікті рутинам. A few inches later. Вот, мен уходымның бәрін жасап болдым. Барлығы примерно жарты сағаттай болды. Достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Маған ұнады, бүгінгі күн өте қызықты өтті. Және де келесі кездескенше сау болыңыздар.